Түркістан облысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен салынған кезекті жайлы мектеп Шардара ауданында пайдалануға беріледі. Бүгін облыс әкімі Дархан Сатыбалды ауданға іс-сапар аясында білім беру саласының басшылығымен мектеп ұжымымен кездесіп, жаңа білім ұясына қойылар талап пен тәртіп туралы айтты. Мұндай заманауи әрі барлық жағдай жасалған білім ордасы бұрын тек үлкен қалаларда ғана болушы еді. Енді міне президент тапсырмасымен ауыл мен қалада бірыңғай стандартпен заманауи жайлы мектептер салынып жатыр. Мемлекет тарапынан балалардың сапалы білім алуына жағдай бұдан кейін де жасала береді. Басты қағида тәртіп пен талап. Білім деңгейін көтеру, ұстаздардың біліктілігін арттыру. Біздің балаларымыз үшін бұл мектеп білім шыңын бағындырар мекен болсын, деді Дархан Сатыбалды Шардара ауданына сапарында. Мектептің деңгейіне қарап сапасын сонда болу керек. Мектеп қандай деңгейде болса, бұндай мектеп енді республикалық деңгейде мектеп болды. Бұндай мектебіміз тек Алматы, Астанада ғана көретінбіз. Шардарада осындай болады деп тұрмадық. Президентімізге рахмет. Осындай көмек беріп, бәріне қаржы бөлдіріп жасап отыр. 7 миллиардтан астам қаржы бөлініп отыр екен. Енді бұндай болмаған ешқашан. Біздің елімізде бұндай болмаған. Түркістан облысында білім саласын дамыту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Биыл өңірде 50 мектептің құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде 29 жайлы мектеп жобасы аясында соғылып жатыр. Нәтижесінде мектептегі орын тапшылығы мен 4 апатты және 3 ауысымды мектептер мәселесі шешіледі. Білім ордасының құрылысын Самұрық-Қазына Конструкшн акционерлік қоғамы тапсырысымен Интегра Конструкшн KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Шардара қаласындағы 4,12 гектар аумақта орналасқан мектептің құрылысы 2023 жылдың маусым айында басталған. Білім ұясының инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылысы облыстық бюджет есебінен жүргізілді. Айта кетейік, бұған дейін Түркістан қаласында 2000 орындық 2 жайлы мектеп, Сауран ауданында 600 орындық 1 жайлы мектеп пайдалануға берілген болатын. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен Әсем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат, Шардара ауданы.